Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін үй жағдайында осындай қолдың тауығынан дәмді бешбармақ жасайтын боламыз. Алдымен қазаныма суық су құйып алдым. Бұған тауықтарымды жуып ішіне салатын боламыз. Бұған бір қасық тұз саламыз, үлкен қасықпенен. Енді бұның үстін жауып қоямыз, қайнағансын көбігін алатын боламыз. Көбігі қатты қайнап араласып кетпеу керек. Қараңқырап тұрамыз, соны байқап. Жақсылап аламыз көбігін. Қалып қалмау керек көбігі. Көбігін әбден алып болғаннан кейін бұған бір пияз саламыз. Бұны целый салып жіберем, сонда сорпа тынық шығады. Томат өз қалауларыңызша саласыз. Томат салмаса да болады. Бұған картошка саламыз. Бұны сосын астын жай қойып, жай қайнатып қоя береміз. Тұздығына пияз doğраймыз. Укроп та қосып жіберсеңіздер болады тұздығына. Бұны турап болғаннан кейін майын алатын боламыз. Бетіндегі майын аламыз, сүзіп. Бұны сөйтіп пиязды қайнатып қоямыз, осы майға кішкене бұқтырып. Мен еттер пісіп кетіпті, бұны сүзіп алып. Сосын қамырын елейтін боламыз. Негізі бұл қайнап жатқанда қамырын алдын ала елеп қойса болатын еді. Мен де пісіп кетіпті. Табағыма ұн дайындап алдым. Бұған шай қасықпен бір қасықтай тұз айналдыра сеуіп, бір жұмыртқа салып, сөйтіп қолмен мыжып салқында суға қамыр елеймін. Қамырды орташа қылып елейміз, сәл қаттылау қылып. Бешбармақ сонда жыртылмай, тесілмей, әдемі болып жайылады. Шет-шетін жақсылап тазалап, осындай қамырымыз жылтырап тұру керек, табағымыз тап-таза болып. Сонда қамыр әдемі еленген болып шығады. Қамырымызды кішкене пакетке салып тындырып қоямыз да, енді бұны жайып бастаймыз. Қолымыздың көмегімен мұштап үлкейтіп бастаймыз. Екі жағын айналдыра отырып өсетіп үлкейтіп аламыз. Оқтамен жайғанда ыңғайлы болу үшін. Енді оқтауменен үлкейтіп бастаймыз. Енді үлкен оқтаумен жаямыз, арасына ұн салып отырып. Оқтауымызға орап алып, шетінен ұстап жайыңыздар.
Оны сеуіп оқтауымызға орап отырып, сөйтіп үлкейте береміз. Шұқала болған дұрыс бешбармақтың. Әдемі болып шығады, міне. Бұны енді кесеміз. Үлкендеу қылып кесеміз. Бұны енді қайнап тұрған сорпаға саламыз. Міндетті түрде сорпамыз қайнап тұрған болу керек. Араластырып тұрамыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін. 5 минуттан кейін піседі. Демде бұны енді сүзіп аламыз. Күртігімізді әдемілеп жайып үстіне тұздығымызды құямыз. Енді етімізді саламыз. Картошкамызды саламыз шетіне. Менің видео рецепттерім ұнаса, каналыма тікелей кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет, ас болсын.